Құрметті достар, бүгін біздің бас қосып отырғанымыз қазақтың ағелі жазушысы, сөз шебері, сөз маржанын үлгісін көрсеткен Оралхан Бөкей ағамыздың 80 жылдық мерейтойына байланысты. Оралхан Бөкей шығармалары, оның кейіпкерлері, оның өскен ортасы туралы әңгіме жасап отырмыз, қазір жалғастырамыз. Оралхан Бөкейдің шығармаларындағы өзекті мәселесі туған жер, туған ел, өскен халқы. Өр Алтай. Ел мен жер әңгімелер жинағында өзінің туған жеріне, адамдарға, оларға деген ыстық махаббатын, ізгі ниетін білдіреді. Міне бүгін біздің әңгімемізге өзек болып отырған біздің мектептің кітапханашысы Әлмира Құмарханқызының осы Оралхан Бөкей ағамыздың шығармасының кейіпкері болуы. Оның сыры неде, ода қандай мөлті біз біле бермейтін, көңіл аудара бермейтін құпия жатыр. Осы туралы Әлмира өзің айтып берсең деп біз жиналып саған қолға салып отырмыз. Рахмет. Енді әңгімемді басынан бастасам, өздеріңіз білетіндей, Оралхан Бөкей Өр Алтайдың тумасы. Сол Өр Алтайдың адамдарын өз шығармасына қоса білген мықты жазушы. Енді менің бір мақтана айтатын жерім, сол Оралхан Бөкей мен өзім ауылы аралас, малы қоралас дегендей жерлес болғанды мақтан етем. Кері болғанымның бір тарихы бар. Бұны енді әріден бастай кетсем, бұл жерде менің әкем сол Оралхан Бөкейдің ауылында жай ғана қарапайым еңбек адамы болғанымен, сол тұстағы Қазақ КСР жоғарғы советінің 2 мәрте депутаты болған. Сол кездегі ең жоғарғы марапаттар Ленин, Октябрь революциясы ордендерінің егері болған, сол кездегі ауданымыздың құрметті азаматы болған адам еді. Енді мен Оралхан Бөкейдің бұл шығармасына кейіпкер болғандағы негізгі түбі Оралхан Бөкейдің әкесі Бөкей қариямен байланысты десем болады. Өйткені ол кісі сол кезде совхозға, қазіргідей интернет жоқ заман, совхоздың малшыларына газет, журнал таратушы, пошташы еді. Сол кездегі пошташының келетінін барлық ауыл азаматтары да, малшылар да жырақта отырған асыға күтетінбіз. Өйткені алыстан келетін жаңалықтарды барлығын сол кісіден білуші едік. Хаттарды да барлығын сол кісіден біліп, сол кісінің келетін аса қатты күтуші едік. Сол күтетін адамдардың бірі сол кездегі 4-5 жасар қыз мен едім. Өйткені ол кісі келген сайын қалтасына бір мұз кәмпитін салып ала келіп маған беруші еді. Мен басында ойлап қалдым, 4-5 жасында хат танитынмын, хат күтетінмін. Ол кезде мен 4-5 жасар кішкентай ғана қыз баламын, енді әке шешемнің жанында жайлауда жүрген кезім ғой. Енді кәмпиттің да қат кезім екен, тәттінің деп айтайық. Сол кезде сол қария, Бөкей қария қалтасына сол мұз кәмпитін салып ала келіп маған беруші еді. Өзіңізге арнап? Маған арнап. Ол кезде енді малшылар жол жөнекей көп отырады, бірақ соның өзінде ешкімге бермей, маған арнап әкелген жерін Оралхан Бөкей өзінің бір шығармасындағы ел мен жер туындысына кіргізіп, сол мені кейіпкер қылған рас. Сонда Бөкей қарияны қалай атағансыз? Кішкентай кезінде? Кәмпит ата дейді ғой. Өйткені шығармаға да осы атпен кіріп отыр, Кәмпит ата деген. Бұл біреулер үшін мүмкін өте бір елеулі емес те шығар. Көргіздің бетіне екен, бір оқырман үшін тіпті белгісіз жағдай. Оқиғалар болып жатыр адамдардың ішінде. Кейбіреу жазушының қиялынан туады, кейбіреулер өмір шындығынан алып басқаша көрсетеді. Міне Оралхан Бөкейдің мына бір әкесін және сіз туралы бір
көріністі бейнелеп кетіп бізге үлкен мұра қалдырды. Өзінің шығармасын арқау етті. Арқау ете отырып, адамдардың бір-біріне деген құрметі, жас баланың өмірге деген құштарлығы, тәттінің бәрімізде сол заманның, Данагүл солай ма? Сол заманның балаларымыз ғой енді, кәмшеттің қадірін біліп өстік. Ал енді соның бәрін Оралхан Бөкей өз шығармасында солай әдемі түрде келтіруі, мұра қылып қалдыруы бізге адамгершіліктің үлгісі секілді. Адамдардың бір-біріне деген сый құрметінің жоғары болу деп едім. Енді өзім бір-екі ауыз сөз не іс-шара жүргізбек ойымда. Әрі жерлесің, ауылдасың, әрі өзің туралы жазған сөз шебері, талай мәрте әртүрлі бізде сыйлықтардың жеңімпазы, орденнің иегері бұл кісі. Бүкіл одақтық жүлденің жеңімпазы. Өзі кезінде біздің ортамызға осы жарқырап жануы, қазақ прозасына енуі Шерхан Мұртаза ағамыздың да есімімен тікелей байланысты екен. Сол кісі шақырып, сол кісінің баста көрсең көзін аш дейді ғой. Ол кісі де ұлы кісі ғой. Шақырған сол ұлыларды таныған секілді. Өзіңіз қандай шара жүргізіп жатсыздар? Балалар отыр, мұғалімдер отыр. Не істемексіз деген? Енді сол өзімнің мамандығыма байланысты, биылғы жылы Оралхан Бөкейге 80 жыл толуына байланысты осы мектебіміздегі оқушылармен, ұстаздармен бірталай іс-шаралар өткізу ойымызда бар. Ары қарай да жазушының әңгімелерін, шығармаларын оқушылар оқиды, мұғалімдер ары қарай оқып дәріптейді деген ниеттеміз. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет саған да. Рахмет бәріміздің осыған қатысқанымызға. Оралхан Бөкей атамыздың шығармасын оқыдыңыздар ма деген сұрақ қойылған слайд қойып тұрмыз. Шынымен өздеріңізге бір қарап оқыдыңыздар ма? Өз өмірлеріңіз туралы, жас ұрпақ, алдыңғы буын біздің өміріміз туралы не білесіздер? Қандай жақсы ұлы қасиеттерді көріп отырсыздар? Сол туралы ой толғап отырыңыздар. Рахмет сіздерге.